Айгүл 32 жастағы жас мұғалім. Қаладан шаршап, тыныштық іздеп ауылға көшіп келді. Ескі ағаш үйді арзанға сатып алды, қабырғалары қарайған, едені сықырлайтын, төбесі сәл қисайған үй. Ішінде ескі жиһаздар, темір төсек, шаң басқан кілем, қабырғадағы солғын, отбасылық суреттер. Ауыл тыныш, көршілер алыс, түнде ит үреді ғана. Айгүл күндіз мектепте сабақ береді, кешке шай қайнатып кітап оқиды. Алғашқы аптада ұйқысы тыныш болды. Бірақ бір аптадан кейін бәрі өзгерді. Түнгі сағат дәл 03:00-де есік қағылды. Так, жеңіл, бірақ тұрақты. Айгүл оянып, жүрегі дүрсілдеп кетті. Кім болды екен? Көршіме деп ойлады. Айгүл төсегінен тұрып, қолын шамға созды. Есік алдына келгенде қағылу тоқтады. Қолы дірілдеп құлыпты ашты. Сыртта қараңғы түн, қарлы жел соғып тұр, ағаштар сыдырлайды, бірақ ешкім жоқ. Қардың үстінде із де жоқ. Мүмкін, ит немесе мысық шығар деп өзін алдады. Қайта жатты, бірақ ұйқы келмеді. Таңертең көршісі әжейге айтты, кеше түнде есік қағылды, бірақ ешкім болмады. Әжей күліп, ескі үй ғой, қаңылтырдан немесе желден шығар. Уайымдама деді. Бірақ Айгүлдің жүрегіне күдік түсті. Сол түні тағы сағат 03:00-де так қайта ашты, тағы ешкім. Күндер өте берді. Әр түн сайын дәл 03:00-де есік қағылады. Айгүл ұйқысыз қалды. Күндіз мектепте көзі ілініп кетеді, балалар күледі. Үйдің ішін тексерді, қабырғаларды тықылдатады, еденді қарайды, терезелерді тексереді, ештеңе жоқ. Бір күні ауылдың ең қариясына барды. Қария сөзін бастап тоқтатты. Ол үйде бұрын бір отбасы тұрған. 20 жыл бұрын бір бала жоғалған. Содан бері үй бос тұрды. Көп адам тұрғысы келмеді. Айгүл толығын сұрады, бірақ қария айтпаған жөндеп басқа сөзге ауысты. Түндерде қағылу күшейді. Так, сосын үзіліс, тағы так, баланың қолы сияқты жеңіл. Айгүл қаладағы досы Ләззатқа қоңырау шалды. Әр түнде есік қағылғанын естимін, бірақ ешкім жоқ. Үйде жалғыз тұрғанымда жүрегім шығып кетеді. Досы, мүмкін біреу әзілдеп жатқан шығар. Немесе сен шаршап қиялдап жатқан шығарсың. Камера қойып көр. Айгүл ойланып, қаладан қарапайым қозғалыс сезгіш камера алды. Оны есік алдына қойды, камераны орнатты. Түнде ұйықтай алмады, телефонға қарап жатты. Сағат 03:00 болғанда тағы так. Камера жазып жатыр. Айгүл жүрегі соғып, экранға қарады. Бірақ қозғалыс жоқ, ешкім көрінбеді. Таңертең жазбаны қарады. Қараңғы экран, сосын кішкентай силуэт. Бала 7-8 жастағы бала есікті қағып тұр. Беті көрінбейді, бірақ киімі ескі, солғын көк куртка, шалбар. Айгүлдің қолы дірілдеді. Бұл не? Келесі түндерде камера әрқашан бірдей нәрсені түсірді. Сағат 03:00-де кішкентай бала келіп есікті қағады. Қағып болған соң артына қарамай қараңғыға кіріп кетеді. Бір кадрда сәл жарық түскен, бала күлімсіреп тұрған сияқты. Айгүл қорқып камераны үлпейтті. Тоқтап қалды. Ол үйдің ішіндегі ескі фотоальбомды ашты, бұрынғы иелерінің суреттері. Сол жерде дәл сол бала. 20 жыл бұрынғы сурет. Айгүл ауыл әкіміне барды. Бұл үйде бұрын кім тұрған? 20 жыл бұрын не болған? Әкім ауыр күрсінді. 2005 жылы осы үйде тұрған отбасының баласы 8 жастағы Ербол жоғалған. Түнде ойнап жүріп, із-түссіз жоғалып кеткен. Іздесті, бірақ табылмады. Анасы қайғыдан ауырып қалаға кетті. Әкесі ішіп кейін өлді. Содан бері үй бос. Айгүл, мен камерада сол баланы көрдім деді. Әкім күлді, қиялдауың ғой. Енді қағылу өзгерді. Бала есікті қағып қана қоймай, ішінен дауысы естілді. Апа, есік ашшы, суық. Деп әрең естілетін. Айгүл есікті ашпауға тырысты, бірақ дауыс күшейді. Камерада бала есікке жақындап, шыныдан қарап тұр, көзі қара, беті бос. Айгүл түнде ұйықтай алмай, шам жағып отырды. Бір түні дауыс, мен суықпын, ішке кіргізші. Айгүл жылады. Айгүл альбомдағы суретті тапты. Ерболдың анасы құшақтап тұрған сурет. Суреттің артында жазу: Ерболжан, 2004 жыл.
Менің жалғызым. Айгүл түсінде баланы көрді, қарлы түнде жоғалып бара жатқан бала. Оянып жүрегі ауырды. Не қылсам екен деп ойлады. Көрші әжеге барып бәрін айтты. Әжей, ол бала әлі үйде. Оны тыныштандыру керек. Есікті ашып сөйлес. Оған жылы сөз айт. Ол саған зиян тигізбейді, тек жалғыздықтан қорқады. Айгүл шешім қабылдады. Сағат 03:00-ге дейін есік алдына отырды. Шам жағып, Ерболдың суретін ұстап алды. Қағылу басталды. Так, сосын дауыс. Апашы. Айгүл есікті ашты. Сыртта ешкім жоқ. Бірақ суық жел кірді. Айгүл, Ербол, сен суық па? Кірші, мен сені күтемін. Мен сені жалғыз қалдырмаймын. Сен енді жалғыз емессің, деді. Дауысы дірілдеп, бірақ жылы еді. Камерада бала күлімсіреп ішке қарай бет алды, сосын жоғалды. Сол түннен кейін қағылу тоқтады. Есік енді қағылмайды. Айгүл түнде ұйықтай алатын болды. Бірақ үйде бір өзгеріс бар. Ескі фотоальбомдағы Ерболдың суреті сәл жылырақ көрінеді, күлімсіреуі анығы. Айгүл әр кеш сайын суретке қарап, Ерболжан, тыныш ұйықта. Мен мұндамын деп айтады. Ауылда енді ешкім есік қағылғанын айтпайды. Кейде түнде Айгүлдің үйінде баланың күлкісі естіледі, жеңіл, қуанышты күлкі. Бірнеше айдан кейін Айгүл үйдің жертөлесін тазалап жатқанда ескі қорап тапты. Ішінде баланың ойыншықтары, кішкентай машина, доп, сурет салынған қағаз. Қағаздың бірінде баланың қолымен жазылған: «Мама, мен үйде. Мен жақсымын». Айгүл жылады, бірақ бұл қайғы емес еді, жеңілдік еді. Ол қорапты жертөледен шығарып, үйдің ішіне қойды. Енді әр кеш сайын шам жағып, Ерболға оқиды, ертегі ән айтады. Ең қорқыныштысы емес, ең әдемісі, ол бала енді жалғыз емес. Ол үйде емес, ол үйде тұрады. Енді түнде есік қағылмайды. Өйткені есік әрқашан ашық. Жылы жүрекке. Сіздерге әңгіме ұнаса тіркеліп, лайк басып қолдап кетіңіздер. Сіздерге рахмет тыңдағандарыңызға.